Сәлем достар! Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, өте оңай жасалатын сырниктардың рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға творогты саламыз, яғни сүзбені. Ол осы видеода көрсетілгендей құрғақ болуы керек. Сүзбенің үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Егер одан да тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек қоссаңыздар да болады. Және де 1 жұмыртқаны салып, блендермен жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырып алу керек. Осы видеода көрсетілгендей қоюлықта болу керек. Және де осының үстіне 2 ас қасық ұн салдым. Кейін тағы да 1 ас қасық ұн салдым. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Енді үстелдің үстіне аз ғана ұн себеміз, және де қолымызды да кішкене ұнға малып аламыз. Осылай видеода көрсетілгенде 1 ас қасық аламыз, оны жақсылап ұнға аунатып, стаканның көмегімен формаға келтіреміз. Барлығы видеода көрсетілген өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ, бір жасағаннан жақсы болып шығады. Стаканмен істеп болғаннан кейін сәл ғана басып жібереміз. Егер сіздер қалың болғанын қаласаңыздар, баспай сол қалпы пісіре берсеңіздер болады. Видеода тағы да 1 мәрте көрсеттім. Өте оңай, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео пайдалы болып жатқан болса, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қазақ каналдарының осылай дамуына үлес қосыңыздар. Барлығын жасап дайындап алғаннан кейін табамызды қыздырамыз. Табамыздың беті жабылуы керек. Кейін осы ыдысымыз қызғаннан кейін сары май саламыз. Мен мұнда сары май салғаным көрінбей қалған, сұйық май салсаңыздар да болады. Барлық сырниктарымызды салғаннан кейін бетін жауып 4-5 минутта пісіріп аламыз. Асты қызару керек. Асты қызарғаннан кейін барлығын екінші жағына аударып шығамыз. Одан кейін де бетін жауып, тағы да қызарғанша пісіріп аламыз. Сырниктарымыз піскеннен кейін барлығын бөлек ыдысқа салып аламыз. Сонымен біздің сырниктарымыз дайын, олар өте дәмді болып шығады. Сіздер де бізбен бірге жасап жақындарыңызды қуантыңыздар.